Ел чемпионатынан букмекерлік компаниялар атауы алынады. Бұл туралы Қазақстан футбол федерациясының президенті арнайы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Марат Умаров бұл позицияны принципті түрде ұстанатынын алға тартты. Өйткені елде лудоманиямен күрес жүріп жатқан кезде бұндай бассыздыққа жол беруге болмайды дейді. Ал енді ішкі біріншілік нақты қалай аталатынын әзірге айтпады. Тек жақын арада қосымша хабарлайтынын жеткізді. Айта кетейік, бірер апта бұрын Қазақстан футбол федерациясы ішкі біріншіліктердің, оның ішінде Қазақстан чемпионаты және Қазақстан кубогының ресми атауын құмар ойындар жарнамасынан алып тастауға қатысты жұмыстарды бастаған еді. Бұл мәселе соңғы жылдары қоғамда да қызу талқыланып жүр. Тіпті парламент мәжілісінде мақұлданып, сенатқа жолданған спортқа қатысты заң жобасында осыған байланысты арнайы нормада енгізілді. Казахстанская премьер-лига Қазақстан жоғарғы лигасында букмекерлік компания атаулары болмау керек. Жаңа маусымды осындай өзгеріспен бастаймыз. Ал ішкі біріншілік бұдан былай қалай аталатыны әзірге белгісіз. Мен сіздерге қосымша хабарлаймын.